Саламатсыз ба? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі видеомда банктердің кредиттерін төлемесе не болады деген сұраққа жауап беретін боламын. Достар, осы тақырыпқа өтпестен бұрын менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліңіздер. Алдағы заңға байланысты көптеген жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар. Ал енді банктердің кредиттерін төлемесе не болады деген сұраққа жауап берейін. Ең біріншіден, сізді банк өзінің черный списогына қосады. Екіншіден, сіздің кредиттік историяңыз бұзады. Үшіншіден, банк қарызын толық өндірмегенше сіздің жалақыңыздан 50%-ын ұстап отыратын болады. Төртіншіге келетін болсақ, сіздің тұрақты жұмысыңыз болмаса, өзіңіздің мүлкіңіз болмаса, сіздің қарыздарыңызды коллекторларға сатып жібереді. Бесіншіден, коллекторлар сіздің қарызыңыз бойынша сотқа беріп, сот орындаушыларына өткізіп, өндіруді жүзеге асыратын болады. Енді банктың черный списогына келіп тоқталайық. Егер де сіз кредит алып, сол кредитті уақытылы төлей алмасаңыз, немесе мүлдем төлемесеңіз, банк сіздің өзінің қара тізіміне қосып, кейін сіз сол кредит алған банктерден кредит ала алмайсыз. Келесі жағдай. Кредиттік историяны бұзуы. Бірінші кредиттік бюро деген организация бар. Сол бюро барлық банктердің барлық микрокредиттерден алынған қарыздар туралы ақпараттарды сақтайтын болады. Сол жерде сіздің историяңыз туралы ақпараттар сақталады. Кредит беретін кезде осы бюро арқылы тексереді. История жаман болса, сіздерге басқа банктерде кредитті бермейді. Үшінші жағдай. Банк сіздің қарыздарыңызды сотқа бермей-ақ зарплаталарыңызға арест қою арқылы алып отыра алады. Ол сізбен банк арқылы жасасқан договорда жазылып кетеді. Төртінші жағдай. Сіздің жұмыстарыңыз болмаса, немесе мүліктеріңіз болмаса, басқа сіздің қарыздарыңызды коллекторларға сатып жіберуге құқықтары бар. Осы коллекторларға сатқаннан кейін банктердің сізге еш қатысы болмайды. Банкке қарыз кредитті төлемесеңіз, коллекторларға төлейтін боласыз. Коллекторлар қалай мазалайтынын өздеріңіз жақсы білетін шығарсыздар. Бесінші жағдай. Коллекторлар сіздерге 1-2 жыл қоңырау соғып шаршағаннан кейін, олар сот орындаушыларға тапсырып, сіздің шоттарыңызға, мүліктеріңізге арест қоя алады. Ал егер шоттарыңызға ақша түссе, сот орындаушылары сыпырып алып отырады. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Ең маңызды деген ақпараттарды осы видеоға жүктеген болатын. Егер осы видео пайдалы болса, менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.